Сәлем достар, назарларыңызға психологиялық тест. Сіз қалай жатып ұйықтайсыз? Өзіңізге мына 6 суреттің ішінен біреуін таңдаңыз. Сонымен бірінші сурет. Сіз қарапайым, сабырлы, әрі адал доссыз. Соған қарамастан өз ортаңыздың гүлісіз. Сізді тез ренжітіп қою мүмкін емес нәрсе. Батыл да тәуекелшісіз, қиындықтардан қорықпайсыз. Ең қиын деген жағдайдан да күліп жүріп шыға аласыз. Өміріңіздегі кез келген өзгерістерге тез бейімделіп кете алу қабілетіңіз бар. Екінші, басқалардан көп қолдау күтесіз. Өзіңізді қорғауға деген талпыныс, басқалардың сізді аяғанын, түсінгенін, мақұлдағанын күтесіз. Сыртқы ортаның қиындықтарынан өзіңізді қоршап алған тәрізді боласыз. Сүйікті ісіңізбен айналысыңыз, немесе жаңа нәрселер үйреніңіз. Өз салаңыз бойынша өзіңізді дамытыңыз, билеңіз, сурет салыңыз. Ал егер жан жолдасыңыз осылай ұйықтайтын болса, оған қысым жасауды тоқтатыңыз. Нағыз лидерлер осылай ұйықтайды. Мұндай адамдар жылдам ашуланады, тез қайтады. Бастамашыл, үйде де, жұмыста да тәртіппен тазалықты қатаң қадағалайды. Бәрін алдын ала жоспарлап жүргенді жақсы көреді. Күтпеген нәрселерді ұнатпайды. Өздерінің табандылығы мен жауапкершілігінің арқасында мұндай адамдар тезірек табысқа, жетістікке қол жеткізеді. Осылай ұйықтайтындар бейғам, көңілді адамдар. Көпшіліктің назарына болғанды ұнататын мұндай адамдар көбіне шулы ортаны, көңілді кештерді жақсы көреді. Әдетте өте позитивті, өмірге риза жандар. Жұмыста табанды, талапшыл, шындықты бетке айтады. Көбінде ер адамдар осылай ұйықтайды, бірақ ара-тұра әйел адамдарды да осылай ұйықтайтындар кездеседі. Бұлай ұйықтайтындар сабырлы, салмақты, мақсат көздегіш адамдар. Өзінің ішкі дүниесіне, өз сезімдеріне көбірек көңіл бөледі. Айналадағылардың пікіріне құлақ аса бермейді. Кейде тым қатал, ұсақ түйекті тергіш, талапшыл болып кетеді. Бірақ ең көп талапты алдымен өзіне қояды. Бұл адамның ойын алдын ала біліп болу мүмкін емес. Аяқ астынан құбыла салады. Көңіл күйі де, шешімдері де жиі құбылады. Сонысымен айналасындағыларды таң қалдырып жүреді. Мұндай адамдарға өмірде таңдау жасау ең қиынның қиыны. Ал жұмысқа келгенде тұрақтылықты, тыныштық пен ұқыптылықты басты орынға қояды. Сонымен достар, тест нәтижесі көңіліңізден шықса, лайк басып және арнамызға тіркеле кетіңіз. Көріскенше күн жақсы болсын.